Сабақтың мақсаты оқушыларды жарықшақты қол гранатасын лақтыру әдістеріне үйрету. Гранатты лақтыру келесі тәсілдермен жүргізіледі. Гранатты дайында пәрмені бойынша, ал ұрыста өздігінше жүргізіледі. Жарақтау үшін гранатаны сол қолмен сөмкесінен шығарып, оң қолмен металл қақпашасын алады, немесе тығынды корпус түгінен бұрап шығарады. Содан кейін қолмен гранатты ұстап тұрып, оны оң қолмен сөмкенің қалтасынан шығарып, тұтандырғышты алынады. Тұтандырғышты орталық түтікке қойып, шегіне дейін бұрап енгізеді. Граната лақтыруға дайын. Қол гранатасын жарақтау мынандай этаптардан тұрады. Тығынды бұрап шығару, тұтандырғышты бұрап енгізу, сақтандырғыш мұрындықшын дүзеп қысу, сақтандырғыш мұрындықты жұлып алу және ағытқыш иінтіректі граната корпусына қысу. Жарықшақты қол гранатасын лақтыру түрлі жағдайларда жүргізіледі. Олар түрегеліп тұру, тізерлеп тұрып, жатқан қалпында, сондай-ақ танкіден, БТРдан және жаяу реттегі қозғалыстарда қолданылады. Гранатты лақтыру кезінде оның жолында ағаш бұтақтары, қалың өскен шөп, сым темір және тағы басқа кедергілер болмайтын жерлер таңдалынады. Гранатаны лақтыру үшін оны қолға алып, саусақтармен ағытқыш иінтірегін гранатасын корпусына қысып ұстайды. Ағытқыш иінтірегін одан әрі қысып, екінші қолмен сақтандырғыш мұрындық үшін қысады. Ағытқыш иінтірегін қысылған жағдайда ұстап тұрып, сақтандырғыш мұрындықты жұлып алады. Бір орында тұрып гранатты лақтыру кезінде нысанаға тура қарап, гранатты оң қолда, ал қаруды сол қолда ұстап, сақтандырғыш мұрындықты жұлып алады. Оң аяқты тізеден бүгіп, денені солға бұрып, қол төменгі және артқы доға бойынша гранатпен сермеу жүргізіледі. Оң аяқты дереу түзеп, денені нысанаға бұрып, гранатты лақтырады. Қозғалыс кезіндегі лақтыру. Қозғалыс кезінде гранатаны лақтыру, жүру жылдамдығын пайдалана отырып, лақтыруға аяқтың, дененің және қолдың күшін бірінен соң бірін жұмылдырып, гранатты иық тұсынан өткізіп лақтырады. Гранатты ордан немесе окоптан лақтыру тәсілдері тұрып, отырып және жату кезіндегі лақтыру әдістері бар. Гранатаны қашықтыққа лақтыру кезінде жалпақтығы 10 метр аудан бойынша лақтырылады. Ал жүгіру аймағының жалпақтығы 3 метрді құрайды. Үздік лақтыруды анықтау үшін 3 рет лақтырушыға мүмкіндік беріледі. Гранатаны лақтыратын кезде оң қол гранатаны жоғары қарай ұстап тұрады. Гранатаны лақтыратын кезде үлкен саусақ пен сұқ саусақ гранатаны қатты қысып тұрып ұсталынады. Ал сол қолыңыздағы автоматты берік ұстап. Гранатаны қашықтыққа лақтыру кезіндегі гранатаны оң қолда, автомат сол қолда дұрыс ұстауы гранатаның алысқа және дұрыс ұшуына үлкен әсерін тигізеді. Граната лақтырудың өзінің техникасы бойынша 2-3 адымды үлкен адыммен аттап, және соңғы адымда бар күшімізбен жинақталып, гранатаны оң қолмен лақтырамыз. Осы кездегі лақтыруда гранатаның дәл және алысқа ұшуына біздің техниканы дұрыс қолдануымыздың үлкен әсері тиеді. Гранатаны лақтыруда жүгіріп келу лақтыру немесе бір орында тұрып лақтыруда арқылы жүзеге асыруға болады. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.